Саламатсыздар ма, құрметті менің YouTube каналымның жазылушылары. Бүгін сіздермен тағы да PowerPoint-тағы қаламмен жұмыс жасау жөнінде түсіндірме жұмысын жүргізгім келіп отыр. Сіздер YouTube каналдағы берілген бейне сабақты қалай жүргізу керек деген видеода соңына осындай пікірлер қалдырған екенсіздер. Сіздерге пайдасы тисін деп тағы да осы бейнероликті жасап отырмын. Сіздерден сұраныс тағы да осы YouTube канал сіздерге пайда келтіріп жатқан болса, лайк басып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Енді PowerPoint-та сабақты қалай жүргізуге болады және де қаламмен қалай жұмыс жасаймыз. Ол өте қажетті нәрсе мұғалімдер үшін. Алдымен дайындама сабағыңызды ашасыз, презентациясын. Содан кейін оны үлкен экранға шығарған кезде міне сабақтарыңыз пайда болады. Осының енді мысалға оқушылармен жұмыс жасау керек болады. Мысалға мынадай тапсырма. Осы берілген нақты сөздердің ішінен мысалға нелерді, зат есімдерді болмаса басқа да сөздерді белгілеп керек болады. Оны қалай белгілейсіздер? Ашқаннан кейін осы бетке онлайн түрінде осылай тікелей тінтуірдің, яғни мышканың оң жақ батырмасын басасыздар. Сонда мынандай командалық жол пайда болады. Осы командалық жолда бірнеше жолдар бар жұмыс жасауға арналған. Соның үшін указатель деген жолға кіресіздер. Указатель деген жолға кірсеңіздер, бұл жерде тінтуірдің түсін басқасын өзгертуге болады, формасын деген сияқты. Және де перо және выделение деген шығады. Содан кейін цвет чернил деген бар. Цвет чернил дегенде бұл жерде сіздердің сияларыңыздың түрін өзгертуге болады. Осындағы. Қандай сияны пайдаланғыңыз келеді? Қызыл сияны пайдаланғыңыз келе ме? Сары сияны пайдаланғыңыз келсе, түсін өзгерте аласыз. Және де команда бойынша енді бұлай жұмыс жасайсыздар. Выделение деген таңдап алсаңыз, енді не істейді? Ол бір нәрсені анықтап керек болады. Мысалға, мына жолды жазып алыңыз дейтін болсаңыз, міне бұлай. Выделение деген осылай. Ол осылай сіздің сол жолыңызды жалпақ қылып белгілеп бере алады. Міне. Не болмаса, қосымша қаламмен жұмыс жасағыңыз келетін болса, указательге кіресіз, перо таңдап аласыз. Міне қолыңызға кәдімгі қаламды береді. Жазуыңызға болады енді. Енді есепшілер, математиктер үшін, мысалға, мына жерге есеп жазу керек болды. А плюс Б деген сияқты осылай. Мысал. Не болмаса, бастауыштармен мысалға 2 қосу 2 тең неше болады балалар? 4 болады деген сияқты. Осылай түсіндіруге болады, қаламмен жұмыс жасауға болады. Енді бұларды қалай өшіреміз? Өшіру. Тағы да сол указательге кіресіздер. Указательге кірген кезде сіздерде ластик өшіргіш пайда болады. Және де осы жазылғандардың барлығын өшіріп тастауға болады. Бірден. Удалить все рукописные данные со слайда дегенмен. Бассаңыз өшіп қалады. Болмаса жазған тек қана бір жерді ғана өшіру керек болатын болса, тура сол неге кіресіз, командаға өшіргіш таңдап аласыз, мынаны өшіресіз. Міне осылай PowerPoint-та қаламмен жұмыс жасауға болады. Сіздерге осы видео өз пайдасын тигізеді деген ойдамын. Қолдап отырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.